Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге өзім асығыс болғандықтан сіздерге де тез арада дайындалатын самсаны көрсетпекшімін. Ол үшін мен етті мясорубкадан өткізіп келдім. Артынан жуаны да бірден өткізіп алдым. Зато мясорубканың ішіндегі еттің қалған бөлшектері мен майларын бәрін тазалап шығады. Бәрібір осылай езіледі. Сол үшін өстіп езіп келдім бірден. Енді керек количествомды, керек етімді ғана осыған саламын, қалған етті қаныққа қойып қоямын. Асығыс болғандықтан мен бұл жолы дайын қамырды сатып алдым. Слоеный тесто. Негізі өзіміз жаямыз. Осымен қазір тез арада самса дайын болады. Неке самсаларымды 4-3 қып түйдім. Өзіме оңай болсын деп, асығыспын деп жаңа айтып кеттім. Ыдысыма май жағып, самсаларын қойып, бетіне сарыуызды жағып, бетіне кунжут сеуіп қойдым. Енді духовкаға саламын, бұйырса тез дайын бола қояды. Мінекей алғашқы самсаларымыз да дайын болды. Қызым, камерам бетіп ұстап тұршы. Дәл өйстіп ұстап тұршы. Дәл осылай ұста. Қолыңмен де ұста, сонда қоқымы. Өйстіп ұста, е? Қимылдап да өйстіп ұста, күшті ұстап тұрсын. Өте ыстық. Көрсетпей атсын. Жоқ. Ішінде еті қанша көрдіңіздер ме? Өзі қанша слой болды, көрдіңіз бе? Керемет, дәмі де түйіреді. Достар, қараңыздар, самсадан менде кішкене фарш қалып қойып, көрдіңіздер ме? Мен оны запеканка қылып жіберейін деп, астынан май жақтым да, бір слой картошка қойып шықтым осылай турап. Сосын қалған фаршты жұмыртқамен араластырып, оны қойып шықтым. Сосын оның бетіне картошканы қайтадан салып шықтым. Енді мен соус дайындап жатырмын оған. Су, кәдімгі ішетін су. Мынау 1 чайный ложка аджика, ащы бар ғой. Мынау 3 чайный ложка томат. Бұған кішкене шекер қосып жібереміз де, араластырып, шекер міндетті түрде қосу керек, себебі ол томаттың дәмін келтіреді. Шекер қосып, өзі тұздалған бәрі дайын болғандықтан бұған тұз салмаймын. Шекер қосып, араластырып, бетіне құямын. Сосын фольгамен жауып, духовкаға салып тастаймын. Мінекей томатты соусым дайын болды. Жақсылап араластырып, бетіне құйып қойдым. Көрдіңіздер ғой, қандай әдемі көрініп тұр, жылтырап. Без эффектов өзінің жылтыры көрініп тұрған. Мен кунжут жақсы көремін, сол үшін кішкене кунжут сеуіп жібергім келіп тұр. Енді өздеріңіз білесіздер, ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Қалсаңыздар сепсеңіз болады, қаламасаңыз сеппей қойыңыз. Мак сепсеңіз де болады. Не ұнатасыз соны. Енді тек қана бетін фольгамен жауып, духовкаға 1 сағатқа қойып тастау керек болды. Дайын. I finished my breakfast, it's all in my tummy.